қызбен баруға келетін, тауға серуендеуге келетін жерлерді көрсететін боламын. Енді былай жүріп көрсетейін ба? Аты шаппай жатқан кезде, басын шапқан кезде, ұшып кеп, басы осы жерге қадалып қалған екен. Вообще оқымағасыңдар. Жүр дальше. Қайырлы кеш, Қазақстан. Сіздермен бірге Бамикс арнасында мен Данай Бағжан. Біріншіден, 1 қыркүйек білім күні құтты болсын. Алматыға перваштар келіп жатыр, көріп жатырмыз, абдырап, жан-жағына қарап, не істерлерін білмей, қайда барамыз деп адасып жүргендерді көріп жатырмыз. Сол мақсатта бүгінгі шығарылымды осы Алматыға жаңадан келіп жатқан перваштарға арнағым келіп отыр. Олар енді келе салып, тюгис арқылы көре алмайды ғой, мына жерде мынандай бар екен, мынандай. Шынайы бейнесін көре алмайды. Сол үшін мен бүгінгі шығарылымда сонда Алматының қыдыруға келетін, қызбен баруға келетін, тауға серуендеуге келетін жерлерді көрсететін боламын. Менің жанымда осындай Бамикстің мотоциклі, спорттық мотоцикл. Не үшін бұны алып алдым? Өйткені қаланың ішінде бүгін 1 қыркүйек болғаннан кейін пробка болып жатады. Сондықтан пробкаға ілінбей тезірек жетуіме осы мотоцикл көмектеседі. Енді сіздер тек видеодан көріп қана қоймай, шынайы болсын деп, мен досымның інісі, яғни атуға перваш болып түскен, биыл ғана келгеніне 5-ақ күн болды. Сол жігітті жаныма абалайын дедім. Есімі Нұрхат. Тараз қаласының қай жерінен? Саудакент ауылынан осындай Нұрхат деген перваш жігіт келді. Арылап үлгердің ба қаланы? Қана бардың ба қызық жерлерге? Кегел үйде болса, онда бүгін әдемілеп бір қаңғырамыз екеміз. Нұрхат екемізбен бірге болыңыздар, егер қызық болса, арамызда бір оқушылар болатын болса, келешекте Алматыға түсем, қандай жерлер бар екен деп қызықсаңыздар, бізбен бірге болыңыз, керемет жерлерді көрсетеміз. Және перваштарға кішігірім ақыл кеңес бере кетем осы орайда. Давай, кеттік. Айтпақшы, Нұрхатты артыма салып алам мотоциклдің. Страховка жағынан уайымдамасаңыздар болады. Жүргізуші куәлігін алдым, страховка бар. Жүре берсем болады, каска бар. Айдауды үйреніп алдым. Нұрхатта каска бар. Кеттік. Big city life, қызық өмірім ай, менде сен секілді кейде қателесін. Уайымдамы по-любому үйренесің, көпшіліктің түсінбейсің әңгімесін. Big city life, қызық өмірім ай, бәрі бар, уайым жоқ, көз тимес. Жеге беріп кетіп қалды интерес, сағынамын Алматының көк төбесін. Ең бірінші локациямызға келдік, ол The Ritz-Carlton Есентай Молл және Есентай Сити деп аталады. Неге бұл жерге бірінші рет ап келдім? Өйткені Алматының ең көрікті ғимараты, ең биік ғимараты осы 44 қабаттан тұрады. Және жанында Алматыдағы ең қымбат дүкендерден құралған торговый центр Есентай Молл. Не үшін бұл жерге ап келдім мен Нұрхатты? Өйткені сіздер сентябрьге жаңадан киім алдыңыздар, сол жаңа киімді Алматыда келген кезде ең бірінші осы жерге келіп керемет суреттер шығарбасаңыздар болады Инстаграмға салғанға. Ауылдағы туыстарыңызға, класстарыңызға, группаластарыңызға осындай жер бар екенін көрсете жүріңіздер. Мына Есентай Моллды қымбат деп жатырмыз ғой. Бірақ оның ішінде бүкіл заттар қымбат емес. Студенттерге де жағдай жасалған жерлер бар. Мысалы, осы Есентай Моллдың ішінде KFC бар.
қаладағы барлық жерлермен бағасы бірдей. Және кинотеатр бар, кинопарктікі, по-моему, қателеспесем, кәдімгі қаламен бірдей бағасы бар. Және қазір білмеймін бар ма жоқ па, біздің Казгуда оқитын кезде студенческий вторник деген болатын. Билетті жарты бағасына скидкамен сондай арзан бағада кино көріп кететінбіз. Енді былай жүріп көрсетейін ба? Зік деп ше. Мына Есентай Ситиде мынандай мүсін бар. Бұл мүсін не айтқысы кеп тұр? Баламды ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда ұстаймын деп тұр. Вообще оқымағасындар. Жүр дальше. Точно сондай ма? Қазір біз Есентай молдың алдындағы парковкадамыз. Бұл жерден сіздер бұрын GTA-дан, телевизордан көретін көліктеріңізді кездестіруге болады. Мынау Lamborghini мысалы. Өзімкі. Қалай? Мынау ағамдікі, мынау бөлемдікі, мынау кластасымдікі. Жағдай нашарлау ма? Мынау жиенімдікі, мынау туған қарындасымдікі. Мына Есентай менікі. Есентай мол менікі ғой. Бұл мына жағы Ритц Карлтон, мына жағы Есентай молмен қоршалып тұр. Ортасында осындай шағын жүретін жерлер бар. Ресторан бар, кафетерийлер бар. Мына жақта Нават бар. Наватқа енді анда-санда бір ақшаң асып тасып, стипендия түсқап жатқанда келіп тамақ ішсең болады. Негізі бағасы қатты қымбат емес, ыңғайлырақ негізі. Біз қазір Ритц Карлтонның жанында жүрміз. Мына жерде Ритц Карлтоннан 100 метр жерде Хамит Ерғали жағалауы таудан ағып келетін су. Бұл су Төле биге дейін барады. Сол жерге дейін шеттерін жағасын әдемі қылып жасап қойған, серуендеп жүруге болады. Және осы Әл-Фарабиға жеткен жерінде осындай керемет көгал бар. Бұл жерге досыңмен кеп демалып, әңгіме айтуға, бір идеялар талқылауға, сценарий жазуға, шығарма жазуға болады осы жерге келіп. Немесе өздеріңіз кішігірім тамақтарыңызды алып кеп отырып, кішігірім пикник жасап кетсеңіздер болады. Жүр. Мынау жұлынып қалған аттың басы, бұл аңыздар бойынша ертөстіктің үлкен қылышы болған ғой. Сол аты шаппай жатқан кезде, басын шапқан кезде ұшып кеп, басы осы жерге қадалып қалған екен. Тағы да бір варианттар бар. Ат шөп жеп атқан кезде денесін ұшырып жіберген деген бар. Сол басы қап кеткен деген. Давай сен осы жерді серуендеп ойнап ал. Кішкене Нұрхатты ойнатып алайын. Кішкене ойнасын, мен демалып алам көлеңкеде. Суретке түс, жыла, көңіліңді босат, сағын үйдегілерді. Мотивация ал өмірден. Қалай Нұрхат, ұнап жатыр ма? Бәрі ұнап жатыр. Именно қай жерлерін есімен есте қалады? Биік-биік ғимараттармен, әдем-әдем көріністері, қымбат-қымбат машиналармен есте қалатындай бар екен. Енді осы жерге келіп тұрасың ба? Жиі келген жағдайда не мақсатта келесің? Жиі достарымен қыдырып келіп тұрам. Серуендеп жүріп қайтамыз. Достарыңа көрсетіп мақтанып. Мына жерді мен білем, былай жүрсеңдерші деген андай типа ақылдар ма? Ой, бұрын келгем ғой, о жаққа бармай қойыңдаршы, о жақта түк жоқ дейтіндер бар ғой. Енді қай жерге барғың кеп тұр енді өзіңнен сұрайық. Ендігі бір Тереңкөр ма? Тереңкөр. Болды. Орындалады, бауырым. Кеттік. Нұрхат, мынау келесі локация Тереңкөр деп аталады. Ана жақтан бастап таудан аққан өзеннің суы мынау. Бұл жер көбіне күздің кезінде өте әдем болып тұрады. Орта жағында қайыңдар бар. Солар сары жапырақпен әдем көрініс шығады. Осы жерге келіп, группаластарымен суретке түсіп, демалып қайтсаң болады. Жүр былай көрсетіп жіберейін ортасына дейді. Достар, бұл жер Тереңкөр деп аталады. Бағана біз бір речканы жағалап шықтық та Нұрхат екеуміз. Сонымен бір километрдей жүрсеңіздер, осы жерге келіп тірелесіздер. Тереңкөр деген көл.
Бұл жерге де келіп кішкене демалып, суретке түсіп, миды тынықтырып қайтуға болады. Бірақ өзім студент кезде келмеппін, не үшін екенін білмеймін. Білмеді. Бір 4-ші курсында ма дос балам сөз салатын болып, мына жерге сөз салған. Андай лепесток дайындап. Ол кезде бірақ сөз салғанда жүруге сөз салады да, ол кезде ше. Студент кезде сондай ұқтау болатын. Жүруге сөз салудың өзін күшті қылып өткізетін еді. Bir көрсеңіз жақынырақ. Құрметті перваштар, егер осындай жерлерге бір керемет табиғат аясына, керемет бір тастарды, сарғама сияқты жерлерді көруге барған кезде, мынандай әдетті қойыңдар. Мынау деген болмайды, ұят болады бұл. Ертең туристер келеді әр жақтан. Мен алар аттарын жазып кеткен, мына көк таспа деп ойлап қалады. Наңғыр ана жерге диалог сөйлем жазып кеткен. Біргесін. Мынандай жазасың ба? Жоқ. Достарыңа айтасың ба, жазба деп? Айтамын. Қалай ұнап жатыр ма өзі? Ұнап жатыр ма? Ұнап жатса сен мына жерлерді бір өзің барып аралап кел. Көріп шық короче, детальдарына дейін ше. Мен оған дейін ештеңе шеге тұрайын. Эх, Алматы, сүйіктіммен ұзақ жылдардан кейін қауышқандай сезімдемін. Тұңғыш рет көрсем де бүкіл жерін маған тиесілдей таптаңыз. Ендігі армандарымды тек өзіммен бастасам деймін. Шаттансам саябағында серуен салып, құлазысам тауларында еңсемді көтеріп, жабықсам көппен көсіліп көңіл көтерсем. Эх, Алматым шалғайдан келген ұлыңды құшағына ал. Нұрқат, мен де сендей Алматыға алып ұшып арман қуа келген. Анасын іздеп ботадай боздаған сәттерден бастап текедей тентіреп тозғаныма дейін куә ғой бұлғала. Білем, жастық жалыныңмен бәрінде көргің, білгің, сезінгің келеді. Сәл төбен көрінсе көкке өрлеп, сәл етегін көрінсе абыройың ашылатынын да білсең екен. Нұрқат, сен Алматыны, Алматы сені қалай қабылдар екен? Big City Life, қызық өмірім-ай, мен де сен секілді кейде қателес. Уайымдамы по-любому үйренесің, көпшіліктің түсінбейсің әңгімес. Big City Life, қызық өмірім-ай, бәрі бар, уайым жоқ, көз тимес. Шеге беріп кетіп қалды интерес. Ал достар, құрметті перваштар, біз Алматының керемет жерлерінің бірі Медеуге де келіп жеттік. Нұрқат, бұрын көргенсің ба Медеуді негіз? Жоқ, тек күнделіктің сыртынан көргем. Тек күнделіктің сыртынан көргем дейді. Міне сен енді живой көріп тұрсың, мен арқамда. Мына перваштардың арқасында сен осындай Медеуді живой көріп тұрсың. Бүркіт. Алдың бағдарламада живой аю көрсетіп едің ғой, сол живой бүркіт. Көз жұмып. Жолдың оң жақ жиегінде мына Медеуге қарай көтерілетін жер бар. Бірақ өкінішке орай қоршап тастапты, сондықтан кіре алмаймыз. Өздеріңіз келген кезде көресіздер, онда іш жағы жұмбақ болсын. Одан сәл жүре берсеңіздер, мына жерде мұз деген балмұздақ сататын, кофе сататын осындай ресторан сияқты бірдеңе бар. Осы жерге кеп ішіп, кофе ішіп, балмұздақ жеп, демалсаңыздар болады. Таудан түсіп бара жатқан кезде шаршайсыздар ғой сол кезде. Арық шетінде турист деген ресторан бар. Ал одан ары кете берсеңіздер, бағанағы жоғарыға шығатын лестницалармен жоғары шығып кетесіздер. Мен шаршап тұрғандықтан ол жаққа бара алмаймын. Уақыт көп кетеді. Барасың ба өзің? Мен де шаршадым. Шаршадың ба? Олдан да келесі локацияға кеттік. Медеуді таныстырдым деп ойлаймын қолдан келгенше. Кеттік. Big City Life, қызық өмірім-ай, мен де сен секілді кейде қателес. Уайымдамы по-любому үйренесің. Қалай, шаршаған жоқсың ба? Нұрхатты аралаттым, әбден Алматыда табиғаты бар, суы бар жерлерді көрсеттім, керемет жерлерді көрсеттім. Енді бөлек бір атмосферасы бар жерге алып келдім. Ол қандай жер? Арбат. Бұл жақ қызық болады, ана жақтан қарағанда. Жүр, аралат. Бұл жерді Арбат дейді бауырым. Бұл жерде не көп, адам көп, айқай шу. Білмеймін, не үшін жиналып алатын бір, білмеймін, өзімізде студент кезде кеп алатынбыз, бір қызық, әлі де бір қызықтар бар. Бірақ ол қызықтың құпиясы неде екенін біз таппай жатырмыз. Білсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Біз дальше Нұрхатқа көрсетейін Арбатты. Осындай сәл қиялы адамдар өлең айтып отырады.
неге бөлінген ғой, жанрға бөлінген. Ана жақтарда қазақша гитарадағы әндер ойнатылып атат. Мына жерде рок деген сияқты. Қалай, не үшін келдіңдер деген сұрақ болып тұр да менде. Арбат несімен қызық? Арбат. Осы Арбатта көптеген адамдарды кездестіруге болады. Мысалы, біз бүгін университеттен кейін бір қызық іздеуге шыққанбыз да. Осы жерде біз көптеген адамдармен танысып, көбінесе осы басқа шетелдерден келген адамдармен танысып, кішкене кәрісше де сөйлеп көрдік, ағылшынша да сөйлеп көрдік. Тамаша. Бір күннің ішінде түрлі адамдармен сөйлесіп, түрлі қызықтар көрген. Рахмет, қыздар. Сабақтарыңды жақсы оқыңдар. Просто так можно? Да, можете просто. Давайте. 850 теңге бөлге алып кетесің болады, анда лимон алып мен. Бол. Ой. Кел, Нұрғат көр. Нұрғат, сен көр. Осы Арбат деген. Мына жақтар көрсетіп қой, осындай көп адам жүреді, сонысымен қызық. Болдың деп ойлаймын енді. Адресті айта кетейін, достар. Панфилов, Мақатаев көшелерінің қиылысында. Осы жерге келсеңіздер, Арбатты тез табасыздар. Былай қарай бір көшесі бар, ол жаққа енді уақыт жетпей тұр көрсетуге. Онда болсаң, әңгімені қорытындылайық, бір тыныш жерге бар ба? Ал, Нұрқат, ұнады ғой Алматы? Керемет қала екен. Керемет қала. Сіздерге де ұнады деген ойдамын, құрметті студенттер. Ендігі алдағы уақытта сіздерге тілейтінім, сабақтарыңыз жақсы оқыңыздар, жаман нәрселерге жоламаңыздар, құмар ойын, темекі, ішімдік секілді, тек білімге бет бұрыңыздар, шығармашылықпен айналысыңыздар. Алматыда бәрі бар, соның ішінен өзіңе пайдасын беретін ғана нәрсені алсаңыздар болғаны. Керемет бір адам болып шығасыздар. Сонымен қатар бүгін осы қалада ешқандай пробкаға ұрынбай, межемізге тезірек жетуге көмектескен Bamix мотоциклі, спорттық мотоциклі. Рахмет айтамыз, подавать еткен жоқ. Қош, сау болыңыздар.